Адият сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Алла жолында атқа қонған жауынгерлердің танаулап шапқан сәйгүліктеріне серт. Тұяғынан от шашып, ұшқын атып шапқан сәйгүліктерге серт. Сондай-ақ, қарқынды екпінмен таң сәріде жауға шапқан сәйгүліктерге серт. Шапқанда шаң боратқан сәйгүліктерге серт. Сол екпінмен барып, жау шебіне енген сәйгүліктерге серт. Шынында адам баласы, Раббысының жақсылығын көрмейтін, рахметі жоқ жаратылыс. Бұған шүбәсіз өзі де куә. Оның мал дүниеге деген құмарлығы өте күшті. Әлде ол қабірдегілер тірілтіліп, сыртқа ақтарылғанда, Алланың жақсылығын көрмеудің не екенін түсінбеймін деп ойлай ма? Көкіректерде иман көпірлік, шүкіршілігі жоқтық, ниет пиғылсынды не бар болса, соның бәрі әшкере болған шақта, жағдайы қандай боларын ойламай ма? Міне, әсіресе сол күні Раббылары олардан, яғни дүниедегі барлық жай күйлерінен хабардар.